Қадір түні 1000 айдан да қадірлі дейді. 1000 ай дегеніміз бір адамның ғұмыры негізі. Бір жылда 12 ай болатын болса, шамамен 83 жыл, 84 жыл уақытқа тең не бір түн да, бір түн. Яғни мысалы бұл бір түн сіздің осы уақытқа дейін жіберіп қойған мысалы оғаштықтарыңыз, ағаттылықтарыңыз, соның барлығына бір түнде шынайы сіз таң намазына дейін шынайы құлшылықта болатын болсаңыз, Аллах Тағала сіздің ықыласыңызды шынайы кіршіксіз болатын болсаңыз, орнын толтыруға не бар, мүмкіндік бар да. Шынайы болу да Аллах Тағала. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala jamoat bilan o'qigan tang namozini o'zining huzurida qabul etsin. Өздеріңізбен бірге осы Рамазан айының басталуымен бірге бастаған Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах Риядус Салихин атты кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Әл-Имам Ан-Науауи рахимахуллах хижридің 631 жылы дүниеге келген. Хижридің 676 жылы, яғни 45 жасында бұл дүниеден өткен, 45 жыл өмір сүрген. Үйленуге қарағанда бойдақтықты, яғни білім алуды жоғары қойған, алға қойған үлкен имамдардың, ғалымдардың бірі. Шафиғи мазхабының 7-ші ғасырда өмір сүрген үлкен имамдарынан. Жалпы Риядус Салихин кітабы қазақшаға аударған кезде тақуалардың бақшасы деп аударылады. Салиқалы жандардың, ізгілердің бақшасы деп аталады. Бұл кітап жалпылама жер бетінде Құран кәрімнен кейін, Аллах Тағаланың кәләмі Құран кәрімнен кейін жер бетінде ең көп таралған кітаптардың бірі. Ең көп таралған кітаптардың бірі. Бұрын уақыттарда жалпы көптеген үйлерде бұл кітап жоқ үйлер өте сирек болатын, өте көп тараған жер бетінде негізі. Риядус Салихин кітабы. Бұл да болса Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах Алланың разылығы үшін деген несінің ықыласының бір белгісі. Ықыласының бір белгісі. Аллаху субханаху ва тағала бұл үлкен имамның несін ықыласын қабыл етті. Кітабын жер бетіне несеп жіберді, жайып жіберді. Кітабын жер бетіне жайып жіберді. Есімі Яхия ибн Шараф, яғни Шарафтың ұлы Яхия Абу Закария. Бүгін иншалла біздер келесі хадистерді оқып жалғастырамыз. Және де бұл кітап жөнінде бұрынғы уақыттарда мысалы ерлі-зайыптылар неке қиған кезде әйел жақтан, қалыңдық жақтан не келеді ғой? Жасау келеді ғой? Жасау келген кезде сол жасаудың ішінде осы Риядус Салихин кітабы да болған екен. Соншалықты ол кітаптың несіне қарай кең таралғандығын да білдіреді. Келесі хадис, бұл ораза бабындағы біз оқиын деп жатырған 7-ші хадис. Бұл хадисі де пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям Абу Хурайра, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям былай деп айтқан жеткізеді. Суму ли ру'ятихи. Яғни мағынасы Рамазан айының айы көрінетін болса, ораза ұстап бастаңдар. Ва афтиру ли ру'ятихи. Шәуәлдің айын көрсеңдер, жаңа туған айды көрсеңдер, онда ауызды ашыңдар. Фаин губия алейкум фаакмилу иддата шаъбана 30. Егерде Шаъбан айында, Рамазан айын көру үшін, қарау үшін шыққан кезде аспанда бұлттар немесе шаң тозаң болатын болса, онда Шаъбан айының санын 30-ға толтырыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям. Бұл имам Бұхаридің жеткізген хадисінде, ал имам Муслим жеткізген риуаятта фаин гумма алейкум фасуму 30 яуман. Егерде айды көру үшін аспанға қараған кезде біздерге айды көруге кедергі болатын, мысалы шаң тозаң немесе боран немесе бұлт болатын болса, онда оразаны 30 күнге толтырыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтқан екен. Енді бұл мәселе не үшін? Жалпы біздер білеміз, сабақтарда бірнеше мәрте айтылды. Мұсылмандардың күнтізбесінде құлшылықтар, жалпы күнделікті күнтізбе, мына календар деген күнтізбе
тікелей неге байланысты болып отырады? Айдың тууына және келесі айдың қайтадан келіп тууына тікелей байланысты болып отырады. Бұрынғы сабақтарда айтып кеттік. Мысалы, қазақ ата-бабаларымыздың өздері де, мысалы, енді манағы 7 күннен тұратын күн өлшем бірлігін бізде апта дейміз. Ал бір ай, яғни 30 күннен тұратын өлшем бірлігін қазақтарда не дейді? Ай дейді. Ай дейді. Яғни оның өзі де, қазақтардың әуелде неге қарап отырғандығы айдың тууына, жаңа айдың тууына қарап отырған, яғни аттың өзі затына сай болып тұр да бұл жерде. Яғни көріп тұрсыздар ма? Аттың өзі, мысалы мына айдың атының өзі затына тура не келіп тұр? Пара-пар сай келіп тұр. Жаңа айтқандай, мұсылмандар сонда әр ай сайын жаңа ай туды ма, туған жоқ па? Тікелей өткені құлшылықтардың дәл орнында басталуына өте маңызды. Құлшылықтардың дәл орнында, уақытында басталуы өте маңызды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде бұйырып жатыр. Ал бұйрық нені білдіреді? Асылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір нәрсені бұйыратын болса, ол міндетке білдіреді. Бірақ енді кейде бір, мысалы, оны міндеттен сүннетке немесе жалпы бір жақсы көрілген амалға бұратын бір қосымша бір хабарлар келмесе, асылы пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам бір бұйрық келетін болса, ол міндеттейді, яғни бізді. Оны міндеттейді. Жалпы енді ол ғалымдарымыздың үлкен кітаптарында жазылған. Осы енді, мысалы, қазір біз Рамазан айындамыз. Күн батқан кезде, әр күн сайын мұсылмандардың күнтізбесінде әр күнде күн батқан кезде келесі күн не істеп отырады? Басталып отырады. Сонда біз не деп айта аламыз? Мұсылмандардың күнтізбесінде бір тәулікте, бір 24 сағаттың ішінде бірінші түн жүреді. Содан кейін барып не басталады? Күндіз басталады. Және де бізде Алла Тағаланың Құран кәрімде көптеген аяттарына қарап отыратын болсақ, Аллаху субханаху ва тағала Құран кәрімде бірінші түнді айтады. Содан кейін барып бірден нені айтады? Күндізді айтады. Осы нәрсенің өзінде де Алла Тағаланың кәләмінде не бар? Сөзінде, Құранында, кәләмінде, сөзінде хикмет бар. Яғни бірінші түн келеді, содан кейін барып күндіз келеді. Енді бұл жерде айтылып жатқан нәрсе, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам осы Рамазан айының жаңа туған айын көрсеңдер, ораза ұстауды бастаңдар деп жатыр. Жалпылама мұсылмандарға міндет болған нәрсе, әр айдың 29 күні, 29. Яғни не үшін біз 29-ын айтып жатырмыз? Өйткені ай 28 немесе 31 күн болмайды. Ол мүмкін емес болуы. Айдың, мұсылмандардың күнтізбесінде айдың я 28 күн болу, я 31 күн болу мүмкін емес. Я ол 29 болады, я 30 болады. Сонда ең азы қанша болады? 29 болады, ең көбі 30 болады. 29 күні күн батқан кезде жалпылама мұсылмандарға не болады? Міндет болады. Намаз оқып болғаннан сол ақшам намазынан кейін аспанда нені қарау? Айды қарау. Жаңа ай туды ма, туған жоқ па? Не үшін? Өйткені ертеңгі күн, бүгін біз 29 күнді аяқтап тұрмыз. Ертеңгі күн сол айдың 30-ы ма, әлде келесі айдың 1-і ма? Осы мәселе. Үлкен айырмашылық бар да. Өйткені мұсылмандар бұл жерде қателесіп кететін болса, жаңылысып кететін болса, құлшылық бір күнге не істеп кетуі мүмкін? Кейін басталып кетуі мүмкін, немесе бір күнге бұрын басталып кетуі мүмкін. Құлшылықтардың барлығы неге байланып қойылып тұр? Уақытқа байланып қойылып тұр осы жерде. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Одан және де Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бізде Рамазан айынан кейін Шәуәл айы келеді. Жалпылама 12 ай болатын болса, Аллах субханаху ва тағала Құран кәрімде бисмиллахсыз басталған жалғыз сүре, Тәуба сүресінде, Аллах Тағала аспандар мен жерлерді жаратқан кезде айлардың санын 12 қылды дейді. Аллах Тағала аспандар мен жерлерді жаратқан кезде айлардың санын 12 қылды дейді. Сол 12 ай. Сол 12 айдың ішінде осы Рамазан айы
реттілігі бойынша 9-шы болып келеді. 9-шы болып келеді. Одан кейін бізде Шауал айы келеді. Шауал айы келеді. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде айтып жатқаны, егерде Рамазаннан кейін Шауал айының туғанын көрсеңдер, онда ауызды ашыңдар деп жатыр. Ауызды ашыңдар деп жатыр. Өйткені манағы құлшылық ол тек қана белгілі бір уақыттарда нестелген, бекітілген. Оған біз келіп алып, мысалы, ақылымызды салып, бұл жерде біз Аллаға көбірек құлшылық етейік деген сияқты өзіміздің ойымыздан Рамазанға дейін немесе Рамазаннан кейін әдейі не қоса алмаймыз, күндер қоса алмаймыз. Болмайды. Тек қана белгілі бір күндерде ғана не істей аламыз Алла Тағалаға. Рамазан деген ораза құлшылығы, Рамазан деген парыз ораза арқылы құлшылық ете аламыз. Парыз ораза арқылы құлшылық етеміз. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Енді айтады. Енді біз мысалы мұсылмандар ретінде 29 күні ақшам намазын оқып алғаннан кейін аспанда айды қарау үшін шыққан кезде айды бізге көрсетпейтін аспанда кедергілер болатын болса, мысалы, манағы айтып кеткендей бұлттар болады, мүлдем қарай алмай қаламыз аспандағы жұлдыздарды, немесе шаң болып, тозаң болып, немесе боран болып, онда қарай алмайтын болсақ, онда біз Шабан айы Рамазанға дейін келетін ай ғой. 29 болса, 30-ға толтырыңдар деп жатыр пайғамбарымыз. Өйткені біз оны ести алмадық, яғни көре алмадық та. Оны көре алмадық. 30-ға ол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам толтырыңдар деп жатыр да осы нәрсені. Бұл нәрседе біз нені аламыз? Қараңыздар. Сонда әр ай сайын, мысалы, жергілікті жердің муфтияты болсын, жергілікті жердің мысалы, осы мұсылмандардың жауапкершілігіне жауап беретін ұйым болсын, мысалы, муфтият болсын, әр айдың басталуын және аяқталуын істеп отырады, қадағалап отырады. Яғни олар өздерінің мойнына осы мәселені, осы жауапкершілікті алған. Жаңа не үшін? Маңыздылығын айтпай-ақта не істеп отырсыздар? Түсініп отырсыздар. Манағы құлшылықтардың тікелей айдың тууына байланысты. Мына жерде айтады шархта, енді мысалы Рамазан айы, Шабан айы бітіп жатыр. Егерде Шабан айы бітті, аспанда айды қарауға шықтық. Сол кезде екі жағдайдың бірі болады. Я аспан ашық болады, я аспан не болады? Кедергілер болады. Егерде аспан ашық болатын болса, өте көп адам келіп айту керек. Мен айды көрдім деп. Ол кезде аспан ашық болған кезде аз адамның сөзі асылында қабыл етілмейді. Көп адам көру керек. Өйткені аспанда ешқандай кедергі жоқ. Барлығымыздың көзіміз былай айтқан кезде көреді. Барлығымыздың Рамазанға деген сағынышымыз ұрып тұр. Ынта жігеріміз жоғары. Ол кезде аспан ашық болған кезде аз адамның сөзі асылында не істелмейді, қабыл етілмейді. Көп адам келу керек дейді. Енді жалпылама мазхабта көзқараста, Ханафи мазхабында сол жердегі жергілікті имамның көзқарасына қалдырылады дейді. Қанша адамның сөзін қабыл етіледі. Мүмкін ол 50 ма, 500 ба, 1000 ба, ол 400 ба деген сияқты сол жердегі адамдардың санына байланысты. Енді екінші тағы да бір көзқарас бар. Ибн Нуджайм деген Ханафи мазхабының ғалымы. Соңғы ол Ибн Нуджайм деген ғалым айтады. Ханафи мазхабының ғалымы айтады. Соңғы кездері ол Ибн Нуджайм хижрет бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген. Осыдан 5 ғасыр бұрын өмір сүрген. Сол кісі айтады. Қазіргі кезде дейді, өзінің ғасырын айтып жатыр. Қазіргі кезде адамдар айды қараудан әлсіреп кетті дейді. Расында шынымен біз көп не істемейміз, қазір қарамаймыз. Яғни тек Рамазанға келген кезде, ай қашан болады екен деп не істейміз де, басқа айларда былай негізі календарға қарап қойып жүре береміз негізі. Сондай бізде не бар, өкінішке орай әлсіздік бар. Кім айтады? Жаңағы Ибн Нуджайм деген Ханафи мазхабының имамы ғалым айтады. Қазіргі кезде адамдардың әлсіреп кетуіне байланысты, егерде аспан ашық болатын болса да, егерде екі адам көрдім деп келетін болса, сөзі қабыл етілу керек деген бір көзқарас айтады. Аспан ашық болатын болса да. Не үшін оны қалай дәлелдейді, қалай айғақтайды? Өйткені адамдар әлсіреп кетті. Айды қарауға қазір селқос қарайды, салғырт қарайды, айтқан кезде бейқам қарайды деп айтқан екен. Бұл жағдай. Біз сонда айды қараған кезде бізде екі жағдайдың біреуі бар дедік. Ол қандай жағдайлар? Аспанда ешқандай кедергі жоқ кезде,
екі көзқарасы бар. Адам көп келу керек, немесе жаңағы айтып кеткен Ибн Нуджайм деген ғалымның көзқарасы. Екінші жағдай, ол қандай жағдай? Аспанда кедергі болған кезде. Аспанда не бар? Кедергі бар. Ол кезде бір әділ болған бір адам, немесе біз ол әділ ме, әділ емес пе білмейміз, бір жалпылама, бір жасырын, бір белгісіз бір адам келіп, мен айды көрдім деп айтатын болса болды, ол адамның сөзімен Рамазан айы басталып кетеді. Енді сіздердің ойларыңызда да отырған шығар, қазір кезде енді Алла тағала қалауы технология дамыған, мысалы жаңағы телескоп болсын, аспан әлеміндегі айдың траекториясын қарайтын, енді көбінесе бірдей келеді. Енді қазір кезде олар дәлдіктері өте жоғары. Бірақ сонда да біз мысалы бір фитна шығару мақсатында емес, бүлік шығару мақсатында емес, өзіміз үшін жалпылама пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін тірілту мақсатында, тарату мақсатында әр айдың 29-ы аспанға қарап, айды жаңа ай туды ма, туған жоқ па, бір әдетке айналдырсақ, ол да бір нұрдың үстіне не болады? Нұр болады. Тек қана Рамазан айында емес, әр ай сайын. Осындай нәрсе, біз барынша не істеуіміз керек? Мән беруіміз керек екен осы нәрсеге. Сонда бұл хадисте нені түсініп жатырмыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның оразасын айды көрумен бастаңдар, Рамазанның оразасын айды көрумен аяқтаңдар, ауызды ашыңдар деп жатыр осы жерде. Бұл жерде сонда жалпылама қандай үкім шығады? Мұсылмандарға фардул кифая, бәрімізге жеке-жеке емес, намаз сияқты, ораза сияқты жеке-жеке емес, бәрімізге бірдей айдың туын білу керек екен. Бәрімізге бірдей. Ол бәрімізге бірдей деген, фардул кифая, ол жеке-жеке айын болған парыздан қандай айырмашылығы бар? Егер де белгілі бір топ мұсылман жүзеге асыратын болса, қалғанымыздың мойнымыздан не түседі? Күнә түседі. Қандай мысал берсек болады бұған? Жаназа намазы сияқты, мысалы. Құлсарда бір адам қайтыс болып, егер де мүлдем ешкім біліп тұрып, мүлдем ешкім бармай қалатын болса, барлығымызда не аламыз? Күнә аламыз ол жерде. Ал егер жаназа намазы орындалатын адаммен орындалған болса, жаназа намазы, бүкіл Құлсарда мұсылмандардан ол күнә не істелінеді? Сүріліп тасталынады, алынып тасталынады. Бұл да фардул кифая деп аталынады. Фардул кифая. Екінші фардтың түрі ол фардул айн. Ол не нәрселер? Мысалы, 5 уақыт намаз оқу. Рамазан оразасының несі? Парыз оразасы, тағы да әртүрлі парыз айындар бар екен. Одан кейін бұл жерде не нәрселерге тағы біз мән беруіміз керек? Бұл не нәрселерге мән беруіміз керек? Яғни құлшылық деген нәрсе, ол тек қана белгілі бір мөлшерлермен шектелген. Адам келіп, мысалы менің кішкене иманым кішкене артып тұр, шаршап тұрған жоқпын, қиналып тұрған жоқпын деп, құлшылықтың үстіне құлшылық өзінің ойымен қоса алмайды. Мысалы, 30 күн оразама, оны алдынан бір күн қосып, артынан бір күн қосып, 32 күн деген сияқты істеуге болмайды, ұстауға болмайды. Ондайды не істеуге болмайды, ұстауға болмайды екен. Осы нәрсе. Ары қарай, екінші бізде бабул джуди ва фи'лил ма'руфи вал иктари минал хайри фи шахри Рамадан. Рамазан айы кезінде жақсылықты көбейту. Рамазан айы кезінде басқа айларға қарағанда жақсылықты, игілікті, сауапты амалдарды көбейту, және де мейлінше жомарт болу дейді. Бұл да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадистерден алынған. Бұл хадисті пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың әкесінің ең кіші інісі Аббастың ұлы Абдулла жеткізеді. Абдулла ибн Аббас жеткізеді. Айтады, Алла ол екеуінен разы болсын. Кәне Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам әджуадан наси. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ішіндегі ең жомарты еді. Адамдардың ішіндегі көкірегі ең несі кең адам еді дейді. Көкірек несі, кеудесі ең кең адам еді дейді. Ва кәне әджуаду ма якуну фи Рамадан хина ялқаху Джибрил. Және де пайғамбар жалпылама басында қараңыздар. Абдулла ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам сипаттаған кезде жалпылама 12 айдың ішінде не істеді? Сипаттады. 12 айдың ішінде, Рамазанның ішінде де, сыртында да қалай еді? Сипаттады. Енді айтады, қараңыздар. Ал
осылардың ішіндегі ең көкірегі кең болатын, өте жомарт болатын кезі Рамазанның ішінде Жибрил алейхиссаламмен кездескен кезінде болатын еді. Жибрил алейхиссаламмен кездескен кезінде болатын еді. وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. Жибрил алейхиссалам, қараңыздар, мән беріңіздер. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның әр түні кездесетін еді дейді. Яғни пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам Жибрил алейхиссалам Рамазанның әр түні кездесіп тұратын болған. Енді не үшін? Өткен Жибрил алейхиссалам вахи періштесі, вахидің періштесі. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. Жибрил алейхиссаламмен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Құранды қайталайтын еді. Яғни бір мысалы, сіз отырасыз, сіз өзіңіздің жаттағаныңызды келесі бір адамға оқисыз, ол жаттаған сізге оқиды. Дәл мысалы, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жибрил алейхиссалам екеуі Құран кәрімді не істейтін еді? Қайталайтын еді дейді. Айтады. فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жибрил алейхиссаламмен кездескен кезде ондай бір самал бір жел болады ғой, леп болады ғой. Сондай желден де не өте жомарт, өте күшті болады деп айтқан екен. Яғни әсіресе қай кезде? Жибрил алейхиссаламмен кездескен кезде бізге айтып жатыр. Жибрил алейхиссаламмен кездескен кезде айтып жатыр. Енді айтады, қараңыздар, мана біз жалпылама хадисті аударып кетеміз да. Жалпы мынандай бір нәрсе бар. Мысалы, бір текст тұрады, бір мәтін тұрады, оны аудару, тікелей сөзбе-сөз аудару бір бөлек, бірақ сол сөздерге қосымша салынған мағыналар болады. Сол сөзге қосымша салынған мағыналар болады. Мына жерде былай деп айтады. Енді жомарттық дейді. Жомарттық. Оны айтты ғой, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ішіндегі көкірегі ең кең жомарт адам еді деді. Саллаллаху алейхи уассалам. Енді жомарттық деген нәрсе не істеп жатыр? Сипаттап жатыр бізге. Жомарттық деген не дейді ол? Айтады. Жомарттық деген нәрсе шариғи тұрғыдан ислам дінінде түсінігі, ол манағы адам беру керек болған нәрсені беру керек болған адамға беретін болса, ол жомарттық болады дейді. Көрдіңіздер ме? Кез келген адам былай оңды солды шаша беру емес екен. Сонда сіздің ақшаңыз беру керек па? Мысалы, зекет беру керек па сізге? Сізге жеке келіп мойныңызға беру керек болып тұр ма? Керек болып тұр. Енді соны сіз барып кез келген бірінші кездескен адамға беріп жүрмейсіз ғой. Сіз оны Құран кәрімде аталған 8 топ адамның біреуіне не істейсіз? Беруіңіз керек. Енді осыны айтып жатыр. Кімге садақа берілуі керек? Манағы әртүрлі мысалы нәрсе. Пітір садақасы болсын, немесе жаңа зекет болсын, әртүрлі мысалы нәрселер, немесе сіздің бір егістігіңіз бар. Егістіктен шыққан нелер бар? Жаңағы өнімдер бар мысалы. Оның өнімдері, онан неде ислам шариғатында, ислам дінінде ұшыр деген нәрсе бар. Ұшыр жердің несі былай айтқан кезде садақасы, мысалы жердің садақасы, оны беру. Соны кім алуға лайықты, кімге беруге сіз несіз бере аласыз, соған беру. Яғни әр өзіңіздің ақшаңызды дұрыс жерге қоя білу, дұрыс жерге бере білу. Осы нәрсені сол үшін де айтады. Бұл садақадан не істейді? Кеңірек дейді ұғым. Мысалы, сонда мына жақта қараңыздар, бізде екі ұғым шығып тұр да, екі ұғым шығып тұр. Мына жақта жалпылама жомарт болу бар, мына жақта садақа болу бар, садақа беру бар. Мына жақта мысалы жомарт болатын болса, адам кім не өзі беру керек болған нәрсесін беру керек болған адамға береді. Ал садақа ол кез келген нәрсесін кез келген адамға не істей беруі мүмкін, бере беруі мүмкін. Сонда әртүрлі ұғымдар әртүрлі жаққа не істей береді, кете береді екен. Және де жаңағы хадисте айтылғандай, Абдулла ибн Аббас пайғамбарымызды сипаттап айтты ғой. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға әр түн сайын келетін еді дейді. Яғни екеуі пайғамбарымызбен Жибрил алейхиссалам Құран кәрімнің пайғамбарымыздың Құран кәрімді қаншалықты не мықты жаттағандығын тексеру мақсатында. Айтпесе Аллаху субханаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тарапынан ешқандай да қиналмай Құран кәрімді толықтай Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мүбәрак кеудесіне ешқандай несіз ұмытылмастай несе қойған, сақтап қойған. Бұл одан кейінгі біздерге не болады? Үлгі ретінде Құран кәрімнің ісінің
маңыздылығын соншалықты жоғары тұратындығы. Яғни жаттадыңыз ба, ұмытпауға тырысу керек та. Жаттадыңыз ба, Құран кәрімді ұмытпауға тырысу. Осы нәрсе. Енді осы кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ерекше не болатын еді? Жомарт болатын еді. Мысалы жаңа айтты ғой, бір леп деп айтты да, бір самал жел. Кейде бір жазда бір қатты ыссы болған кезде, кешкі мезгілдерде бір сәкіде отырған кезде, үлкен кісілер айтатын еді, бір қазір бір қоңыр жел болған кезде, леп болған кезде деп айтатын еді. Сондай сияқты адам бір жаңа бір тыныс алатындай. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссалам осындай кездері, кездескен кездері Құран кәрім қайталап жүрген кезде, яғни қолына түсті ме бере салады екен да. Қолына түсті ме артық нәрсені ұстамайды. Қолына бере ме, қолына түсті ме бере салады. Қолына түсті ме бере салады. Сосын барынша адамдарды қамтуға не істейді екен, тырысады екен. Жалпылама адамдарды қамтуға тырысады екен. Бұл жерден біз осы хадистен Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз сипаттаған Абдулла ибн Аббастың сөздерінен қандай үлгі аламыз? Яғни Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам ұқсау жағынан, еру жағынан, ілесу жағынан Рамазанда Құран кәрімді көбірек қайталау дейді. Көбірек Құран кәрімді көбірек қайталау, көбірек Құран кәрімге көңіл бөлу, көбірек Құран кәрімге көңіл бөлу. Одан кейін Рамазан айында жағдайға байланысты, шама шарқына байланысты адамның не болуы, қолының барынша ашық болуы, жомарт болуы. Осы жерден естелген, осы хадистен алынған. Имам ан-Науауи айтады екен, имам аш-Шафии айтады екен, имам Шафии 4 мазхабтың иелерінің бірі айтады. Ухиббу лис-саими аз-зиядата бил-жуди фи шахри рамадан. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам еру мақсатында, Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам еру мақсатында Рамазан айында ораза ұстаушының қолының мейлінше ашық болғанын, мейлінше жомарт болғанын жақсы көрем дейді да, ораза ұстаушы адамның. Бұны кім айтып жатыр? Имам аш-Шафии айтып жатыр. Не үшін? Өйткені адамдардың, мысалы, адамдардың қажеттіліктері бар дейді да. Адамдардың қажеттіліктері бар. Мысалы, барлық адам бірдей емес. Адамдардың да нелері, ризықтары да бірдей емес. Адамдардың ризықтары бірдей емес. Біреу мысалы ризығы, мысалы тек жетер жетпестей, артықтан емес, кемнен істеймін деп болады. Екінші бір құлдың Алла Тағала ризығы не қылып қойған? Мейлінше кең қылып қойған. Бізді де Алла Тағала осы жер, осы дүние әлемінде не мәселесі? Мысалы, хикмет, бір-бірімізге деген тәуелді болу. Мысалы, барлық адамдар дәрігер емес. Барлық адамдар машина оңдайтын адам емес. Барлық адамдар мұғалім емес. Барлық адамдар тіс дәрігер емес. Барлық адамдар ислам ғалымдар емес. Әр адам өзінің жүрек қалауымен таңдаған нелерінде жүр, мамандықтарында, немесе тағдырына қандай мамандық жазылған, солармен өмір сүріп жатыр. Сонымен өмір сүріп жатыр. Осы нәрсе да. Енді осы нәрсе сонда бұл жерде не түсініледі? Адамдардың бір-бірлеріне қажеттілігі. Адамдардың бір-бірлеріне қажеттілігі. Сол үшін мысалы Рамазан айында адамдар құлшылыққа көбірек көңіл бөлгеннен кейін неге мән бермей қалуы мүмкін? Қосымша қаражат табуға мән бермей қалуы мүмкін. Өйткені бұл Рамазан айында кішкене шыдай тұрайын. Мысалы, өзі оның табысы тікелей несіне байланысты? Қол аяғына байланысты. Күнделікті жұмыс табатын болса, ақша табатын болса, табыс кіреді. Ал ол Рамазан айында нені таңдап тұр? Мен кішкене шыдап, не істей тұрайын? Ораза ұстайын. Ораза ұстайды онсыз да. Құран оқиын көбірек, Алланы зікір етейін, мешітте көбірек болайын деп не істеді? Соны таңдап тұр. Осындай кезде адамдар құлшылықпен шұғылданған кезде, егер ораза ұстаушы соларға бір қосымша бір мысалы беретін болса, соны имам Шафии осыны жақсы көрем деп тұр да. Осыны жақсы көрем деп тұр, осы нәрсені. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде, осы Абдулла ибн Аббас сипаттаған кезде түсінуге болады екен. Келесі хадис. Бұл хадис бізде жалпылама осы ораза бабындағы 9-шы хадис. Бұл хадис пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ардақты жұбайы, мұсылмандардың анасы Аиша анамыз, Абу Бәкір радиаллаху та'ала анхудың қызы айтады. Кәне Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иза дахала ал-ашру ахья ал-лейла. Аиша анамыз, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымызды сипаттап былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам егерде 10-дық кіретін болса дейді, 10-дық деп айтқан, 10-дық кіретін болса, түнді тұрғызатын еді дейді, түнді оятатын еді. Яғни қазір танысатын боламыз, қандай 10-дықты айтып жатыр.
Ва айқаза ахлаху, өзінің отбасы мүшелерін не істейтін еді? Тұрғызатын еді, оятатын еді дейді. Ва шаддал мизара, айтқан кезде енді бұл жерде кеңеу ауыспалы мағынада өзінің айтқан кезде белдігін қаттырақ байлайтын еді дейді. Өзіміз төменгі жағы неде? Яқтың шалбардың төменгі жағын естетін байлайтын еді дейді. Онымен қазір иншалла бірге танысатын боламыз. Бұл да пайғамбар Айша анамыздың пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам құлшылығын не істеуі, сипаттауы. Айтады, 10-дық кірген кезде деген кезде соңғы 10 күнді айтып жатыр. Бұл хадисте Айша анамыз айтты, пайғамбарымыз сипаттаған кезде Алла елшісі егер де 10-дық кіретін болса, не еді дейді? Жаңағы не істейтін еді? Қазір қарап жүрейін жақсы. Түнді тұрғызатын еді. Көбірек қосымша құлшылыққа. Енді осы жердегі құлшылықты 10-дық деп мақсат тұтып тұрған нәрсе соңғы 10 күн. Соңғы 10 күн не істеп жатыр? Айтылып жатыр. Түнді қалай тұрғызады дейді. Түнді қалай тұрғызады? Түнді қалай тұрғызады? Ол құлшылық арқылы. Түнгі намаздарды оқу арқылы. Түнгі намаздарды оқу арқылы. Енді жаңа хадисте айтылып кеткен, яғни Айша анамыздың сөзінде айтылып кеткен, жаңа белін буатын еді деген. Ауыспалы белін буат деген нәрсе, ол құлшылықтарға ерекше көңіл бөлетін еді. Құлшылықтарға ерекше көңіл бөлу арқылы құлшылықтарда, яғни мейлінше көбейту. Яғни және де бұл бірінші мағынасы, құлшылықтарды көбейту, және екінші мағынасы жұбайларымен қосылмау мақсатында. Яғни екінші мағынасы, мақсат тұтылатын нәрсе, яғни белін бекем байлау деген, яғни не істеу? Осы соңғы 10 күнде құлшылықпен көбірек уақыт өткізуіне байланысты не істемейді? Жұбайларымен қосылмау мәселесі. Жұбайларымен қосылмау мәселесі. Осы хадис. Бұл хадисте не түсінеміз? Яғни Рамазан айының соңғы 10 күндігі кірген кезде не бар? Бұл түнде, бұл 10 түннің ішінде Лайлатул Қадр бар да. Қадір түні бар да. Қадір түні. Аллах субханаху тағала Құран кәрімде Лайлатул Қадри хайру мин альфи шахр. Қадір түні 1000 айдан да қадірлі дейді. 1000 ай. 1000 ай дегеніміз, яғни бір адамның ғұмыры негізі. Бір адамның ғұмыры, яғни бір айда, бір жылда 12 ай болатын болса, шамамен 83 жыл, 84 жыл уақытқа тең не? Бір түн да, бір түн. Яғни мысалы, бұл бір түн. Яғни сіздің осы уақытқа дейін жіберіп қойған, мысалы, оғаштықтарыңыз, ағаттылықтарыңыз, соның барлығына бір түнде шынайы сіз таң намазына дейін шынайы құлшылықта болатын болсаңыз, Аллах Тағала сіздің ықыласыңызды шынайы кіршіксіз болатын болсаңыз, орнын толтыруға не бар? Мүмкіндік бар да. Шынайы болу да, Аллах Тағаламен шынайы болу. Бұл да болса, Раббымыз Аллах Тағаланың бізге беріп жатқан несі? Мейірімі, ерекше мейірімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген, үмметіне деген мейірімділігі. Бұл хадистен тағы да нені түсінеміз? Яғни бұл айдағы құлшылыққа көбірек мән беру. Және де қазір Рамазан айының әлі басы. Бүгін біз Алла Тағаланың мейірімен 3-ші күн бастап жатырмыз. 3-ші күн бастап жатырмыз. Әлі алдамызда қанша күндей бар? Әлі бір 26-27 күндей бар. 27 күндей. Бірақ біз жарыстарда, мысалы жарыстарда жүлде ең соңында таратылады. Ең соңында таратылады. Бірден таратылып тастамайды. Әлі өткен жеңімпаздың кім екенін білмейміз біз. Дәл сол сияқты ғалымдарымыздың айтуы бойынша бізде мысалы сізде басында барлық күшіңізді салып, соңғы жағына қарай да біз не істеп қалмауымыз керек? Әлсіреп қалмауымыз керек. Андай болады мысалы кейде марафондарға қатысқан кезде нелер айтады ондай. Тәжірибесі жоқтар, білмейтіндер. Басында мен бәрін алдынан озып кетемін деп бірден жүгіреді де, ырсылдақ болады да, соңында не істеп қояды? Қалып қояды. Ал тәжірибесі барлар не істейді? Бір темппен асықпай бастайды да, бірақ айналған сайын темпті не істей береді, көтере береді де, соңында бірінші болып келеді да. Дәл сол сияқты біз енді бұл жерде айтатын нәрсеміз, сіз бастадыңыз ба, енді осы Рамазан айы бітіп, Рамазан ненің Шәуалдың 1-іне дейін осы темпті не істемеуіміз керек, түсірмеуіміз керек та. Мешітке келдіңіз ба, 20 ракағат үтірмен бірге не істеңіз? Мешітте оқуға тырысыңыз. Мешітте. Енді әйелдер үйде оқыған абзалырақ, ал ерлерге осы мешітке келіп оқу не болады? Абзал болады. Бірге құлшылықтарды көбейту, Алла Тағаланы көбірек зікір ету, осындай мәселе. Одан кейін жаңа осы хадистен шығатын 10 күн деп жатыр ғой, енді 10 күн. Енді жалпы мана айтып кеттік сабақтың басында, мұсылмандардың айы я 29, я 30 күн болады.
Егерде ай 30 күн болатын болса, соңғы 10 күндік 10 күн болады. Ал егерде ай 29 күн болатын болса, онда соңғы 10 күндік не болады? 9 күн болады. 9 күн болады. Иншалла, Аллаху субханаху тағала нәсіп етсе, ертең 10-шы бұл баптағы 10-шы хадистен ары қарай бастаймыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.